Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Біз CSS бойынша сабақты жалғастырамыз. Енді бұл сабақта біз сондай ең көп қолданылатын элементтердің бірі және өте маңызды сабақ, сондықтан мұқият мән береміз. Класс және идентификатор туралы айтамыз. Енді оның қандай пайдасы бар, қалай қолданылады, қай жерде қолданылады, әрине сабақ барысында айтатын боламыз. Енді бірінші бұны айтпас бұрын мынадай жағдайды қарастырайық. Мысалға, бәрі осындай адаматтар тұр. Осылай жазып қойдым адаматтарын. Және бәрі параграфта жазылған. Егер оны ашып қарайтын болсақ, осылай шығады. Мысалға, мынадай жағдай туындайды. Мысалға алатын болсақ, бәрінің параграфтың шрифтісі осындай, көлемі осындай, мынаны алып тастаймын пока. Және бәрі осындай. Енді мынадай жағдай туындауы мүмкін. Мынаның түсі мысалға қара болады, сары, қызыл, жасыл, мысалға мынау сары деген сияқты. Ал енді осыны қалай істейміз? Мысалға дәл осындай да, мысалға осылай қалай істеуге болады? Бірақ төртеуі де бірдей. Егер мына жерге параграфты жазып жіберетін болсақ, онда әрине бұл жерде төртеуі де өзгеріп кетеді. Егер мысалы қызыл деп жазсақ, бәрі қызыл болып кетеді. Енді бұндай жағдайда біз не істейміз? Осындай жағдайда қолданылатын класс деген түсінік бар. Енді классты қалай қолданамыз? Бірінші соны қарастырайық. Классты қолдану үшін мынаған кез келген элементке бұны жазуға болады. Сурет болсын, тақырып болсын, қандай да бір элемент болсын, қандай HTML код бар, соған жаза береміз. Класс. Input болсын, немесе форма болсын, оны HTML сабағында қарастырған болатынбыз. Мына жерге класс деп жазамыз, жай ғана атын жазамыз. Мысалы, класстың атын кез келген атпен жаза болады. Мысалға, ертай деп қояйын. Мысалға, мынаны да жазып шығайын. Міне дәл осылай жазамыз. Енді ашып қарайтын болсақ, әрине ештеңе көрінбейді, бірақ біз осы арқылы жеке өзінің аттары бар. Жеке өзінің аттары бар. Осы арқылы біз белгілі бір осы белгі бойынша өзгерте аламыз. Мысалға қарастырайық. Енді классты өзгерту үшін жазамыз мына жерге. Енді классты өзгерту үшін, мысалға мына жерде класстың аты ертай деп тұр. Мысалға ертайды өзгерту үшін, өз атым жазып қойдым енді. Ертайды өзгерту үшін барам мына жерге color, мысалға red деп жазатын болсам, мына жерде қып-қызыл болып тұр, көргенімізде, көріп тұрғанымыздай. Мысалға басқасын өзгерту үшін тағы жазамыз. Осылай мына жерге green деп жазайын, мысалға. Міне мынау жасыл болып тұр. Яғни класс арқылы тек қана сол класстың өзінің классы бойынша байланыстыруға болады. Мысалға мынаның аты, класстың аты ертай болып тұр. Демек, тек қана мына жерде жазылатын стильдің бәрі осыған қатысты, осындай классқа қатысты. Мысалға былай істеуге болады. Мысалға мынаны да тағы өзгертуге болады қызылға. Ол үшін мен мысалы мынаны да ертай деп қоюым керек, класстың аты. Сол кезде мына класс бойынша мынау да өзгеріп кетеді. Себебі мына класс бойынша стиль мына жерде қызыл деп жазылды. Енді бұл тек қана түске ғана қатысты емес, шрифтке қатысты, басқа да қандай элемент бар, соның бәріне қатысты. Яғни класс деп отырғанымыз осы. Енді бұны қарапайым примермен айтатын болсақ, мына жердегі тегтердің бәрі бұл адамдар деп алайық. Кез келген адамның өзінің жеке аты бар. Мысалға, кім ертай, немесе Абылай, немесе Ахмет, Омар деген сияқты. Өзінің аттары бойынша адамды шақырады. Мысалға, топыр адам болатын болса, адамдар демейді ғой мысалға да. Мына жерде біздің алдында қарастырғанымыз сондай, мысалға, адамдар деген сияқты да. Бәріне бірдей айтып тұрмыз мына жерде. Мына жерге не жазамыз? Параграфке соның бәріне қатысты болып кетеді. Мысалға, параграфқа қызыл деп жазсақ, бәрі қып-қызыл болып кетеді. Ал мынау жеке адамды өз атымен атағанмен бірдей да. Кім мысалға ертай, сен ананы істе, Хамза мысалға сен ананы көтеріп ана жерге қойып таста деген сияқты да. Енді қарапайым мысалмен айтатын болсақ. Яғни класс осылай жұмыс жасайды. Енді идентификатор деген түсінік бар. Ол қалай жұмыс жасайды? Идентификаторда дәл сондай, мысалға мына жерге просто класс емес, ID деп жазамыз. ID мысалға, куанышып. Кез келген сөз жаза салуға болады, куанышып. Енді ID бойынша
түсті мысалға басқа бір затты өзгерту үшін мына жерге тор белгісін қоямыз, және ID-дің аты қандай соны жазамыз мына жерге. Қуаныш мысалға алатын болсақ, мысалы қандай элемент, фонт size 30 пиксель, көлем үлкен болады. Енді ашып қараймыз қалай шығады. Мен көріп отырғанымызда көлем үлкен. Енді осы көптеген осы веб-программистерде жаңадан бастаушыларда сұрақ туындайды. Басында менде де туындаған. Мысалға екеуі де бірдей, екеуінің де жұмыс істеу принципі бірдей. Яғни екеуі де бірдей ғой, біз екеуін мысалы не үшін қолданамыз деген сияқты. Класс деген бұл қайта-қайта қолданыла береді. Және бірнеше рет жазуға болады классты. Бірнеше рет, да, мысалға. Мысалға алатын болсақ, бірнеше рет жазғанда көрсетейін. Мысалға мына жерде ертай деп қойдым. Тағы да ертай 1 деймін. Ертай 1 деймін мына жерге. Оның мысалы фонт size мысалға 35 пиксель деймін. Және мына жерде мысалға осыны қалған элементтерді қолдану үшін кез келген классқа барам. Және мысалға мынаған пробел тастаймын, ертай 1 деп жазып жіберемін. Сол кезде қарайтын болсақ, мынау да үлкейіп кетеді. Және мынаған да жаза аламыз сөйтіп. Ертай 1. Сол кезде мынау да үлкейіп кетеді. Себебі мына классты қайта-қайта мына жерге жаза беруге болады. Класс деген ішінде біз қайта-қайта жаза береміз бұлай. Ал идентификаторда ондай жоқ. Мысалға қазір жазып қарайтын болсақ, Қуанышев деп жаздым мына жерге, және мына жерге мысалға К деп жаздым. Мысалға color, мысалға К емес, мысалға оны қалай жазса болады? Мысалға color green. Бірнеше рет идентификатор біз жаза алмаймыз. Мына жерге мысалға К деп жаздым. Мына жерде шатасып кетпес үшін класстың бәрін алайын. Міне мысалға қарайтын болсақ, олай істемейді, олай себебі. Олай жұмыс жасамайды. Идентификаторды біз бірнеше рет жаза алмаймыз. Мысалға түсінікті болу үшін мына жерге font viz деп жазайын, мысалға bold. Қарайтын болсақ, міне ол өзгермейді, ол бәрібір да. Себебі тек қана бір рет қана жаза аламыз оны. Яғни идентификатор дегенде отырамыз, бір страницада, бір бетте, бір 100.000 болсын, 1000 болсын, 5000 болсын код болса, мысалға мынаны Қуанышев деп атадық па, басқа ешқандай элементті Қуанышев деп біз атай алмаймыз. Тек қана ID деген ол белгілі бір адамға ғана қатысты. Белгілер, мысалға біз жеке, мысалға алатын болсақ, адамдардың арасында бір 1000 адам болатын болса, соның ішінде мысалға Абылай деген бір 10 шақты адам табылуы мүмкін да. Абылай деген 10 шақты адам бар. Яғни оны атай бересің. Яғни адамның атын мына класспен салыстыруға болады. Оны мысалға кез келген жерде атай беруге болады мына жерде. Мысалы мынаны 10 шақты рет шақыра берсең болады мына жерде. Ал мына ID-ді алайық, мысалға оның куәлігінің номері. Мысалы куәліктің номері да. Немесе сол сияқты бір қайталанбайтын. Куәліктің номері мысалға алатын болса, Қазақстанда 17 миллион, 18 миллион адам болса, оның әрқайсында әртүрлі болады. Бір-бірінде қайталанбайды. Мына идентификаторде мысалға сондай. Ешқашан қайталанбайды. Қайталанбауы керек негізгі ереже бойынша. Жалпы сондай. Енді JavaScript пен немесе сол сияқты тілдер бар. Сонымен жұмыс жасаған кезде бұны толық қана үйренесіз. Тек қана қазір осында біліп жүргеніңіз жетеді. Енді класс пен идентификатор туралы осы сабағымызды аяқтаймыз. Түсінікті болды деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше.